Мамандықтар әлемін ашамыз форумының мен мамандықты таңдаймын номинациясы бойынша мен таңдаған мамандық ортопед саласы. Баршаңызға қайырлы болсын. Мен Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Садақ Сапарбек атындағы нөмір 25-ші орта мектебінің 10-шы сынып оқушысы Айтуар Динара боламын. Менің осы ортопед мамандығын таңдаудағы ең бір мақсатым бұл адамдарға көмектесу, яғни тірек қимыл жүйесі мен жарақаттарды емдеу арқылы науқастардың өмір сапасын жақсарту, одан бөлек жоғары сұранысқа ие болуда. Яғни қазіргі таңда ортопед саласы өте жоғары сұранысқа ие болып табылады және осыған базы бізде қаржы тұрақтылық пенен тұрақты жұмыс орындарында алуға болады. Енді ортопед мамандығының шығу тарихына да тоқтала өтетін болсам, ең бірінші ежелгі тарихтардан бастап, яғни біздегі ортопед мамандығы бұл ежелгі Египет, Грекия, Рим медицина ортопедиялық емін алғашқы түрлері қолдана бастаған. Гиппократтың өзі ең алғашқы сынықтар мен буын шұңғыларды емдеу әдістерін сипаттап, сүйек түзету техникаларын енгізе бастаған. Орта ғасырларда бізде ортопедия ұғымы пайда болды, яғни ортопедия терминін 1741 жылы француз дәрігері Николя енгізген болатын. Ол ортопедия сөзін гректің түзу және тәртіп деген сөздерінен құрастырған болатын. Артерийдің басты мақсаты бұл балалардың түзетуі болған, яғни олардың сүйектерін түзету болған еді. Ол балалардағы сколиоз, фисиоз секілді мәселелерді зерттеген. Ал енді қазіргі таңдағы ортопедияға тоқталатын болсақ, қазіргі уақытта ортопедия жоғары технологиялы салаға айнала бастады. Артроскопия, лазерлік хирургия, үшті протездеу, робот хирургия секілді әдістер қазіргі таңда қолданыла бастайды. Енді осы ортопед саласындағы ең бір маңызды тұлғалар, атақты тұлғалар атап өтетін болсақ, бұл біздегі Куняков Думан Бахнатович, яғни бұл жерде суретте көрсетілген үш тұлғаға Қазақстанның ең бір атақты, маңызды, білікті мамандары болып табылады. Келесі біздегі Бақтияр Нұржанұлы Сағынов, Мейрамбек Дастанұлы Өтегенов. Біздегі Куняков Думан Бахнатовичқа байланысты бір өзінің қызықты оқиғамды бөліскім келіп отыр. Яғни осы біздегі Думан Бахнатович өзінің біліктілігіне байланысты көптеген Қазақстанда аралау арқылы көптеген адамдарды емдей бастаған. Соған байланысты біздің өзіміздің ауданымызға да келген болатын. Біз осы кісіге емделу үшін туысымызды апарған кезде мен өзімнің ерекше бір оқиғаға тап болдым. Яғни осы кісінің біздегі жауапкершілігі, өз саласына деген сенімділігі мен біліктілігі мені осы ортопедия саласына деген қызығушылығымды оятқан болатын. Және осы кісінің арқасында мен ортопедия саласын таңдаған едім. Біздегі ортопед маманы болу үшін қандай қасиеттер керек деген сұрақ туындайды. Ең бірінші қай салада жұмыс жасасаңыз да сізге ең бір керегі бұл өз саласындағы біліктілік болып табылады. Ортопед мамандығы өте үлкен жауапкершілік пен мұқияттылықты талап етеді. Мықты аналитикалық ойлау қабілетіңіз болу керек. Одан бөлек қолдың ептілігі мен күшті моторикалар және пациенттермен жақсы қарым-қатынас орната білулеріңіз керек. Келесі біздегі мамандықтың оң және кері жақтары қандай? Осы сұраққа да тоқталып өтетін болсақ, ортопед мамандығының оң және кері жақтарын ең бірінші оң жақтарына тоқталатын болсақ, бұл адамдардың денсаулығын жақсартуға үлес қосты. Яғни тек сіз өзіңіздің ғана емес, өзгелерге де жақсы жағынан ықпал жасай аласыз. Және де жоғары жалақы, яғни тұрақтылық, қаржылық тұрақтылықтың болуы, одан бөлек технология дамуымен бірге сіздің өзіңіз жаңа емдеу әдістерін игеру мүмкіндігі, яғни сіз өз біліктілігіңіз бен біліміңізді арттыра аласыз. Енді кері жақтарына тоқталатын болсақ, бұл ұзақ оқу және тәжірибе жинақтау болып табылады. Физикалық және эмоционалдық ауыртпалықтар мен күрделі және жауапкершілік жоғары жұмыс болуында. Енді біз осы ортопед мамандығын қандай жерлерде білім алуымызға болады деген сұраққа да тоқталып жауап беру тиіс. Яғни ортопед мамандығы бойынша білім алуға болатын негізгі топ университеттер көрсетілген. Яғни Қазақ ұлттық медицина университеті, яғни Алматы қаласында орналасқан Қазұу университеті, Астана медициналық университеттер мен Ақтемдер атындағы Қазақ ұлттық медицина университеттеріне білім алуларыңызға болады. Одан бөлек медициналық колледждер мен шетелдік медициналық оқу орындарында сіздер жоғары білім ала аласыздар. Келесі біздегі осы ортопед мамандығының мақсаттық болашақ қандай деген сұраққа тоқталып өтетін болсақ, сіз осы ортопед саласын оқып, жай ғана ортопед оқып қоймайсыз. Яғни сізде травматолог, ортопед, хирургиялық ортопед, ғылыми зерттеу жұмыстарын жасау, жеке медициналық практика жасай аласыз және одан бөлек медицина университеттерінде оқытушылық қызметтерде атқара аласыз. Қазіргі уақытта еңбек нарығындағы мамандардың сұранысына да тоқтала өтейік. Яғни Қазақстанда ортопед мамандарына сұраныс өте жоғары. Яғни әсіресе спорттық медицина, балалар ортопедиясы және осы травматология салаларында. Одан бөлек сіздер қалалардан жақсы жалақы ұсынатын
жататын жеке клиникалар көбейіп келеді, және бұл біздегі ортопед саласында да сұраныстың артуын көрсетіп отыр. Келесіздер цифрлық медицина және 3D протездеу технологиялар арқылы мамандарға жаңа мүмкіндіктер ашыла бастаған болатын. Назар салып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет.